7-ші бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы сан есім. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Сөйлемнен сан есімді табу. Мына сөздерге сұрақ қой. Бұл қандай сан есім? 6, 19, 1. Осы сөздерден реттік сан есім жасауға бола ма? Қалай жасар едіңдер? Жарайсыңдар. 6-шы, 19-шы, 1-ші. Есіңе сақта. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап, 2-ші үй, 30 килограмм. Сан есім мағынасына қарай екіге бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім. Заттың нақты санын білдіретін сан есімдерді есептік сан есім дейміз. Сұрақтары: қанша, неше. Заттың саналу ретін білдіретін сан есімдерді реттік сан есім дейміз. Сұрақтары: нешінші. Бір дегенім бөрік, кисең басқа көрік. 2 дегенім етік, киер сәнді етіп. 3 дегенім ішік, теріден тігер пішік. 4 дегенім тымақ, қыста кисең жылап. 5 дегенім байпақ, іші жылы тайпақ. 6 дегенім алқа, мойныңа тағалда. 7 дегенім жейде, кір болмасын кейде. 8 дегенім сеңсең, жылы тон ол кисең. 9 дегенім телпек, болма бала тентек. 10 дегенім оймақ, жүрме босқа ойнап. Оқулықпен жұмыс. 21-ші тапсырмаға назар аударамыз. Тыңдалым. Су. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін, деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқандай ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінеді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Балалар, сұрақтарға жауап беріп көріңдерші. Асан қайда бармақшы болды? Ол неліктен шөлдеді? Жолда не кездесті? Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінеді? Сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздер қатарын тауып жаз. Мәтінде кездескен уыз сөзін қалай түсінесіңдер?
Уыс өлшем үлгісі. Жазылым 22-ші тапсырма. Орын ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Сан есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетеді. Балалар, жер бетінде неше мұхит бар? Жарайсыңдар. Теңіздердің саны қанша? Сандарды сөйлетіп көрейікші. Бір жылда неше күн бар? Бір жылда 365 күн бар. Балалар, қалған сұрақтарды ойланып көріңдерші. Оқулықпен жұмыс. Жазылым 23-ші тапсырма. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Тапсырма. Есептік және реттік сан есімдерді анықта. Сөздің тұсындағы тиісті бағанға қосу таңбасын қой. Балалар, 3, 5, 4, 7 қасиетті сандар жайлы не білесіңдер? 3 арсыз: ұйқы, күлкі, тамақ. 7 ата: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене. 3 бәйтерек: Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин. Жазылым. Үлгі дәптермен жұмыс. Бұлақ тақырыбына жұмбақ құрастыр. Тірек сөздер: мөлдір, сылдырлайды, сылдырмақ. Топтау, болжалдық, бөлшектік. Мен жазғы демалыста шетелде болдым. Шетелдік балалармен танысып, достасып кеттік. Міне, сонда түскен суреттеріміз. Бүгін сол достарым Қазақстанға келеді. Жүр, сені де таныстырайын. Жоқ, мен бармай-ақ қояйын. Ағылшын тілін онша жақсы білмеймін. Сен қысылма. Джон мен Марта қазақша біледі. Олар біз сияқты сөйлесе ала ма? Тура біз сияқты сөйлемесе де аздап сөйлейді. Айтқанды ұғады, жауап бергенде ойланып барып сөйлейді. Олар санағанды да біледі. Қызық екен. Шетелдік достарыңды көруге деген құштарлығымды арттырдың. Міне, өздері де келді. Джон, Марта, Джейн, танысып қойыңдар. Менің досым Сая. Танысқаныма қуаныштымын. Сара, Қазақстан үшеумізге де ұнады. Айтысқа бардық. Балалар 2-ден айтысты. Біз жүздеген велосипедшілердің жарысын көрдік. Бәрі тудың түсі сияқты киім киіп алыпты. Сондай әдемі. Сая, мен саған айттым ғой. Сөздерінде Дара сан есімді қосып сөйлейді. Дедім ғой, көзің жетті ме? Шынында да керемет. Туған тіліңді өзге мемлекеттің адамдары қадірлесе, одан өткен бақыт бар ма? Бөлшектік сан есімнен басқа барлық сан есімдер құрамына қарай дара және күрделі болып, 2-ге бөлінеді. Сан есімнің құрамы: дара сан есім, бір ғана түбірден. Негізгі, тынды тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
30, ондаған, 100 мың. Күрделі сан есім кемінде 2 сан есімнен тұрады. Мысалы, 31, 35, 99, 100-ге жуық, 505. Дара сан есімдер. Есептік дара сан есімдер. Сұрақтары қанша, неше, 2, 10, 1000, 9, 50. Реттік дара сан есімдер. Сұрақтары нешінші, қаншасыншы, 1-ші, 2-ші, 50-ші, 100-ші. Жинақтық дара сан есімдер. Сұрағы нешеу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Топтау дара сан есімдер. Сұрақтары нешеден, қаншадан, 6-дан, 2-ден, 5-тен, 10-нан, 80-нен, 90-нан. Болжалдық дара сан есімдер. Сұрақтары қанша, неше, 30-дай, 10-дай, 50-дей, 40-тай. Ондаған, 100-деген, 1000-даған. 5-теп, 50-леп, 40-тап. 5-терде, 50-лерде, 40-тарда, бірер. Үй тапсырмасы. 25-ші жаттығу. Мақалды көшіріп жаз. Бүгінгі сабақ бойынша өзіңді өзің бағала.